Сәлем достар. Бүгінгі шығарылым Майлин Эскелито Акой атты филиппиндік қыз туралы болады. Жоқшылықты көріп өскен қыздың 49 жасар әкесі қарапайым жүк тасымалдаушысы болып жұмыс жасаған. Майлиннің айтуына, мектеп оқыған кезде сыныптастарымда бар заттардың менде жартысы да болмады. Оларда әдемі жаңа киім мен оқу құралдары болды. Ал мен болсам ескі аяқ киімді бірнеше жыл қатарынан киіп жүрдім. Неге маған осындай ата-ана бұйырды екен деген ойлар да келеді. Оқуды бітірер жылдары барлығы кино, кафеларға барып қыдырады. Ал менің оған ақшам болмады. Бірақ бәрінен бұрын әкемнен ұяладым. Жағдайымыз жоқтығынан әкемді жек көрдім. Отбасында әкесі ғана жұмыс жасаған еді. Ал анасы үйдің шаруасымен айналысқан. Әкесі тапқан ақшасын үйге әкеліп, ал қалғанын қорапқа салып отырған болатын. Денсаулығы нашарлаған сәттің өзінде дәрігерге көрінуге де бармай, қораптағы ақшаға тиіспеген екен. Майлин әке-шешесінің жылдар бойы өздеріне ақша үнемдеп келгенін түсінбей жүрген. Бірақ бірнеше жылдар өткен соң барлық шындықты біледі. Майлиннің әлеуметтік желіге жазған хатынан үзінді. Мен өз әкемді мақтан тұтамын. Отбасын асырау үшін әкем 24 жыл бойы ауыр цемент қаптарын тасыды. Денсаулығы болмаса да, апатқа түсіп жарақат алса да біз үшін тоқтамай жұмыс жасады. Өмірде жетістікке жету үшін талмай еңбек ету керек деп әкемнің ата-анасы үйретіп кеткен екен. Әкемнің табысы күн көруге ғана жетеді. Ал кейде жұмыс болмай қалған уақыттар да болды. Әкемнің алдында қатты ұяламын. Осы уақытқа дейін мен үшін еңбек еткенін білмеген үшін ұяламын, деп жазған екен. Майлин бұл жазбаны Филиппиндегі Султан Кударат университетінің экономика факультетінің бакалавр дипломын алғаннан кейін шығарған болатын. Осыншама жыл бойы қорапқа жинаған ақшасы қызының оқуының ақшасы болып шықты. Өзінің көрген қиындығын қызы көрмес үшін жылдар бойы талмай еңбек еткен. Қазір Майлин оқуын аяқтап жұмысқа орналасты және жасы келген ата-анасына қамқор болып отыр. Ал бұл қысқа видео ата-анамыздың қадірін білуге және біз үшін жасаған еңбектерін ұмытпауға үйретеді. Ең бастысы ол кісілерден ұялмауымыз керек. Олардың қанша ақша тапқаны маңызды емес, тек қана жанымызда аман-есен жүргендері маңызды. Видеоны соңына дейін көріп бірге болғандарыңызға рахмет. Каналымыз ұнап жатса тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.